Сәлем болашақ грант-иегері, бүгін физикадан күрделі есепті талдайтын боламыз. Бұл С деңгейіндегі кинематика тақырыбының есебі. Қараңдар, саяхатшы саяхат кезінде алдымен түйемен, одан кейін атпен жүрді дейді. Түйенің жылдамдығы 8 км бөлінген сағат, ал аттың жылдамдығы 30 км бөлінген сағат. Егер бүкіл жолдағы саяхатшының орташа жылдамдығы 24 км бөлінген сағат болса, онда саяхатшы жолдан қанша бөлігін түйемен жүргенін табыңыз дейді. Мида ашылатындай есеп екен. Мен сендерге жақсылап тұрып түсіндіріп кетейін. Қараңдар, мынадай бір бөлікті түйемен жүреді екен. Түйенің жылдамдығы V1 тең болады 8 км бөлінген сағат деп алайық. Ал екінші бөлігін, жолдың екінші бөлігін бізде атпен жүреді екен. Түйеден секіріп атқа мінген ғой. 30 км бөлінген сағат дейік. Енді бүкіл жолдағы саяхатшының орташа жылдамдығы дейді. Орташа жылдамдығы 24 км бөлінген сағатқа тең болса, қызыл басталайын. Общий жүрілген жолға мынадай жылдамдықпен жүрсе, бұл орташамыз бізде 24 км бөлінген сағат болса, саяхатшы жолдың қанша бөлігін түйемен жүргенін табыңыз дейді. Қараңдар, түйемен жүрген бөлік бізде мына бөлігі, мына жерде тап деп жатыр. Жалпы S-тің қанша бөлігін жүрді деп тұр. Есепті түсіндіңдер деген ойдамын. Енді шығарайық. Жалпы V орташаның формуласы қандай еді? Сол арқылы өрнектейміз. V орташаның бірінші формасы қалай еді бізде? S1 қосылған S2, T1 қосылған T2. Енді қараңдар, мына жерден T1 мен T2-ні өрнектейміз. Себебі неге? Бізде V белгілі, қалғандары белгісіз. Өрнектейміз, кеттік. S1 мен S2-міз тұра береді. S1 мен S2-міз тұра береді. T1-ді бұлай өрнектесек. S1 бөлінген V1 қосылған S2 бөлінген V2 деп. Осылай келеді ғой, осылай шығара береміз. Кеттік. Мына жағдайда бізде V1 мен V2-міз белгілі. Қараңдар. Бірінші бөлігі бізде 8 км бөлінген сағат, екінші бөлігі 30 км бөлінген сағат. Кеттік, орнына қойып тастаймыз. S1 қосылған S2 тұра береді. Әзірше S1 бөлінген. Бізде V1-міз 8-ге тең. V2-міз 30-ға тең, 30-дан S2. Енді мына жағдайда не істейміз? Мына жағдайда ортақ бөлімге келтіреміз. Бұлардың ортақ бөлім 120 болады. 120-ға саған 15-тен береміз, саған 4-тен береміз. Кеттік. S1 қосылған S2 120 болады. Бұларға ортақ бөлім. 15-ті S1-ге өтсек 15 S1 қосылған 4 S2 болады. Енді арғарай математика кетеді. Мына 120-мыз алымына шығып кетеді, бөлшектің. Кеттік. 120, жақшан ішіне аламыз мыналарды. S1 қосылған S2, және мына бөлімі тұра береді. 15 S1 қосылған 4 S2 деп. Жалпы бұл тапқанымыз орташа жылдамдық. Бізде орташа жылдамдық белгілі негізі. Қараңдар, орташа жылдамдық 24 км бөлінген сағатқа тең. Енді осыны апарып, мына өрнекке теңестіреміз. 24-ке тең деп. Мына жағдайда енді пропорция кетеді, мынаған көбейтіліп кетеді, және мынаған теңестіреміз. Қараңдар, қалай болады? 120 тұра береді. S1 қосылған S2, 24-ті көбейтеміз мынаған. Жақшан ішіне алып, бүйтіп көбейте салайық. 15 S1 қосылған 4 S2 деп. Енді қараңдар, жақшаны ашамыз бұл жағдайда. Мына жерде қысқа жүйеге болады екен, қараңдар, 24-ті 24-ке бөлсек жойылып кетеді. Мынаны 24-ке бөлсек 5 қалады. 5, S1 қосылған S2, мынау 1 болып кетті. 15 S1 қосылған 4 S2. Мына жағдайда жақшаны ашамыз, қараңдар. Жеке-жеке, мынаған көбейтіледі, мынаған көбейтіледі. Сонда 5 S1 қосылған 5 S2 тең бізде 15 S1 қосылған 4 S2-ге. Енді не істейміз? Енді S1-ді бір жаққа, S2-ні бір жаққа жинаймыз. Қараңдар, S2-ні сол жаққа жинайық. 5 S2 мына минус болып кетеді, минус 4 S2 болып. Ал мына 15 S1 тұра берсін, және мына 5 S1-міз минус 5 S1 болып келеді. Енді азайтсақ, мына S2 қалады, жалғыз.
және мынадан азайтсақ 10 S1 қалады екен. Бізге енді не тап деген? S1-ді тапты деген. S1-міз бізде мына түйемен жүрген бөлік. Жалпы біздің мына бөлігіміз S болып табылады. Мына общий бөлігіміз S болып табылады. Осы S-тің қанша бөлігін жүрді деп тұр ғой. Сонда қараңдар. S1-міз, общий S-іміз S1 мен S2-ның қосындысына тең, Себебі неге? S1 мен S2-міз міне. Мынау S1, мынау S2. Екінің қосындысы общий S-ті береді. Түсіндіңдер ғой? Енді дәл осылай болғандықтан қараңдар. Бізде түйемен жүрген жол бөлігін тап деп тұр. Сол себепті біз аламызда S2-ні S1 арқылы өрнектейміз. S тең болады. S1 қосылған S2-ның орнына мынаны қоя саламыз. 10 S1 деп. Сонда қараңдар. S тең болады. 11 S1 болады. Енді мына жерден S1-ді таба аламыз. Оңайланды, да? S1 тең болады. S бөлінген 11 немесе жалпы жолдың 11-ден 1 бөлігі екен. Жауабы 11-ден 1 бөлігі жалпы жолдың. Бұл есеп өте қиын болуы мүмкін, бірақ бұл жолды тез шығаратын менде бір лайфхак бар. Бұны білу үшін сендерге комментарийге лайфхак деп жаза кетіңдер. Баршаңызға рахмет, сау, саламатта болыңыздар.